Менің арманым мұғалім болу. Hello, children. Мамандық таңдау адам өміріндегі ең маңызды кезең. Осы тұста адам өкінбейтіндей өзінің қызығушылығы мен бейімділігіне сәйкес кәсіп түрін таңдауы тиіс. Мен таңдаған мамандық мұғалім. Ұстаз шәкірт бойына білім нәрімен қатар ақыл парасат пен көркем мінез сіңіруші тұлға. Сол себепті ұстаз есімі қашанда ұлағатты. Ал осы ұлағат алып бәйтерек секілді жайқалған әулетте ұрпақтан ұрпаққа сабақтасып жатса, онда оның орны тіпті ерек. Менің нағашы апам Құрманғалиева Маралхан 35 жыл еңбек жолында Ақсу ауданы Ащыбұлақ ауылының Мәншік Мәметова мектебінің өсіп өркендеуіне сүбелі үлес қосқан ұлағатты ұстаз. Облыстық байқаудан құрмет грамотасының иегері, аға мұғалім атағын алды. Еселі еңбегі елеусіз қалған жоқ. Қазіргі уақытта 11 немеренің сүйікті әжесі, Ұлпан атты әжелер тобының жетекшісі. Апам мұғалімдік қызметпен өрілген өмір жолына шексіз риза және ұрпақтарының ұстаздық жолды жалғаған мақтан етеді. Осындай ұлағатты үлгілі ұстаздардың бірі менің әкем Мұрзакенов Айдын Өкенұлы. Талдықорған қаласы Білім инновация лицейінің тарих пәні мұғалімі. 33 жыл бойы оқу үрдісінде оқушылармен қарым-қатынас үйлесімділік құрған білікті ұстаз. Болашақ азаматтарға өз елінің тарихын дәріптеп, жемісті еңбек етіп келеді. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор жеке үлесі үшін Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің алғыс хаты мен құрмет грамотасының иегері және білім беру саласындағы ерекше еңбегі үшін Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері белгісімен марапатталды. Абыройлы азаматтардың тұлға болып қалыптасуына үлес қосып келе жатқан ұстаздардың бірі менің анам, номер 13 орта мектептің география пәнінің мұғалімі Дүтбаева Жанна Телжанқызы. 32 жыл бойы педагогикалық тәжірибесін оқушылардың игілігі жолында пайдалануды мақсат тұтқан зерттеуші ұстаз. Қалалық облыстық құрмет грамоталарының иегері. Жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан басталады. Менің әпкем Дүтбаева Дана Телжанқызы, психолог, адам бағдарын жасаушы. Оның ұстаздық жолында білім беру жүйесін жетілдіру аясында жеткен жетістіктер орасан зор. Нәтижесінде облыстық кәсіби байқауларға қатысып, зорлық-зомбылықсыз балалық шақ облыстық марафонда бас жүлде, облыстық үздік психолог байқауында креативті психолог номинациясы, үздік психолог аудандық байқауында бас жүлде дипломдармен марапатталды. Қазіргі уақытта Қапал ауылы Жайсаңбаев атындағы орта мектебінің директоры болып тағайындалды. Нағыз ұстаз болу бақыт әрі абырой. Бүгінде ұстаздық қызметті абыроймен атқарып, ұрпақтар сабақтастығы атты ұлы ұғымға адал болуға тырысам. Ел ертеңі үшін жасаған еңбек жолдарын бағалап, іргелі ізденіске толы тағдыр жолдарын құрмет тұтам.